Айжан айна алдында 2 сағатқа жуық бетін әрлеп, шашын жөндеп айналып жүр. Ол бұл кешке 100% дайын болып барғысы келді. Бір сәтте ол айнадағы бейнесіне риза болып қарап тұрса, келесі сәтте басын шайқап, сыныптастар кездесуіне бару туралы шешімінің дұрыстығына күмәнданды. 11 жыл бірге оқыған сыныптастары арасында Айжанға ештеңе дәлелдеуді қажет ететін бірде-бір дос немесе құрбы жоқ еді. Неге бара жатырмын деген сұрақ қайта-қайта ойынан шықпады. Бірақ нақты жауап табылмады. Дәл 15 жыл бұрын ол мектепті бітірген, содан бері бірде-бір сыныптастар кездесуіне қатыспаған. Нөмірін қайдан тапқандарын Айжан білмеді, бірақ бір күні оны ортақ шатқа қосып қойғанын көрді. Онда сыныптастары қала ортасындағы мейрамханада мерейтойлық кездесу өткізуді жоспарлап жатыр екен. Бастапқыда ол бұл топты мессенджерден өшіріп тастамақ болған, бірақ қызығушылығы басым түсті. Бәлкім ол бұрынғыдай емес екенін, сыныптастарының күлкі мен қорлығының нысаны болған кедей қыз емес екенін көрсеткісі келген болар. Мүмкін ол жай ғана бұрынғы қорлаушылардың бет жүзін көргісі келген шығар, себебі өткеннің жарасы оның жанын әлі де ауыртатын. Кейін таңдаған сәтте Айжан өміріндегі ауыр кезеңдерді еске түсірді. Айжан инженер мен әскери ұшқыштың отбасында дүниеге келді. Бала кезінен ата-анасының махаббатына бөленіп, сол заманның өлшемімен жақсы жағдайдағы отбасында өсті. Бірақ бір күнде бәрі өзгерді. Ол күнді ешқашан ұмытпайды. Бір кеште есік қоңырауы соғылды, әкесінің әріптесі келіп, ұшақ апатынан оның әкесі қаза болғанын айтты. Қозғалтқышта бір ақау болған екен. 5 жастағы бала әңгіменің мәнісін толық түсінбесе де, анасының жан айқайы мен жан түршігерлік айқайын өмір бойы ұмытпайды. Сол күннен бастап олардың өмірі түбегейлі өзгерді. Бұрын мейірімді, қамқор анасы айналасындағы дүниеге бейжай қарайтын адамға айналды. Ол ішімдікке салынып кетті. Жұмысынан жүйелі түрде жұмысқа шықпаған үшін қуылды, ал үйде ақша болмай қалды. Айжан әкесін қатты сағынатын, жиі жылайтын. Ол анасын құшақтап, бұрынғыдай басынан сипап, ертегі айтып, жұбатқанын қалап жүрді. Бірақ анасы бұл тілекті елемеді, өз қайғысына батып қызын ұмытқан еді. Бастапқыда Айжанды демалыс және мереке күндері әкесінің анасы, әжесі алып кететін. Ол жақта Айжанды қатты жақсы көретін, өйткені ол ерте кеткен ұлынан қалған жалғыз естелік еді. Қызға әжесінің үйі ұнайтын, әжесі дәмді бәліш пісіріп, кешкісін ертегі айтып беретін. Бірақ көп ұзамай әжесі де қайтыс болды. Айжанда тек сол тәтті естеліктер ғана қалды. Қыз 7 жасқа жақындап, мектепке бару уақыты келгенде, анасы ешқандай әрекет етпеді. Отбасында мектепке дайындайтын қаражатта болмады. Қамқор көршілер мен әкесінің достарының көмегімен Айжан мектепке жиналды. Киім мен сөмке қолдан болса да әжептәуір көрінді. Бір қыркүйек күні анасы оны мектепке апара алмады, сондықтан қыз өзі жалғыз барды. Бұл өте ауыр тиді, себебі барлық баланы туыстары қоршап, суретке түсіріп, мәз-мейрам болып жатқанда, бір ғана қыз шетте үнсіз жылап тұрды. Сыныпқа кірген сәтте мұғалім оны мазақ етіп ескерту жасады. Атанаң мұғалімге гүл әкелуге де жарамапты ма? Айжан не дерін білмей қалды. Ол бір қыркүйекте гүл беру дәстүрі бар екенін қайдан білсін. Артқы қатардан біреу, Ирина Жүкенқызы, ол бүгін жалғыз келді. Мүмкін оның ата-анасы жоқ шығар деді. Түсінікті деп мұғалім ренжіп орнына отыр. Жеті мектеп көзілдірігі арқылы менсінбей қарады. Сол күннен бастап сыныптастары күнде мазақтап, кемсіте бастады. Ал мұғалім бұл әрекеттерге көз жұма қарап тіпті үнсіз мақұлдайтын еді. Айжан ұстазға ұнағысы келгені соншалық, келесі күні үй маңындағы гүлзардан гүл жинап, букет жасап апарды. Бірақ бұл қылығына ол барлық үзіліс кезінде бұрышта тұрып, сыныптастарының мазағына шыдауға мәжбүр болды. Үйге келгенде анасы не диванда ұйықтап жатады, не жаңа достармен бірге отыратын. Үйде тамақ болмайтын кездер жиі. Айжан үй тапсырмасын өзі орындап, мектепке киімін дайындап, сыртқа серуенге шығатын. Бірақ оның достары жоқ еді, ал өзі де енді ешкіммен дос болуға тырыспайтын. Ол анасы үшін, үйлерінің жағдайы үшін ұялатын, сол себепті жалғыз жүру оған әлдеқайда жайлы еді. Ақша жетіспегенімен Айжанның киімі әрдайым таза, шашы ұқыпты өрілген болатын.
Ол өзіне күтім жасауды өзі үйреніп алды. Себебі сыныптастары оны тағы мазақ етпесін деп тырысатын. Бір күні теледидардан Айжан кедей отбасынан шыққан әйел туралы бағдарлама көріп қалды. Әйел өзінің табанды оқу мен тынымсыз еңбектің арқасында табысты мансап жасап, жақсы табысқа жеткенін айтып отырды. Қыз бағдарлама соңына дейін көзін алмай қарап отырып, сол кейіпкерден үлгі алуға шешім қабылдады. Ол онсыз да жақсы оқитын, бірақ сол күннен бастап екі есе тырыса бастады. Кеш бойы сабақ оқып, демалыс күндері кітапханада отыратын болды. Шамамен 5-ші сыныпқа келгенде анасы ішімдікті тастап, жұмысқа орналасты. Айжан бұл жаңалыққа қатты қуанды. Үйде тәртіп орнай бастады, тамақ та пайда болды. Алайда анасы қызына деген суық көзқарасын өзгертпеді. Бұрынғыдай енжар күйінде қала берді. Айжан 13 жасқа толғанда үйлеріне Виктор есімді анасының жаңа жігіті келді. Ол анасынан 14 жас кіші еді. Анасы бірден өзгеріп, жігітке ұнау үшін барын салды. Ал Виктор оны басқарып, қалағанын істетіп жүрді. Кейде басқа елдерге көз салып кететін. Айжан олардың қызғанышқа толы жанжалдарының куәсі болатын. Виктор қызға аса жағымсыз көрінді, әсіресе анасы үйде жоқта ол Айжанға ескерту жасап, немесе оның сырт келбетіне қатысты мақтау айтқысы келгенде. Айжан, айтпақшы, өте сұлу қыз болып өсіп келе жатты. Сәл бұйра, ашық сары, ұзын бұрымы, қою кірпікті көгілдір көздері және сымбатты мүсіні бар болатын. Уақыт өте келе қыз өгей әкесінен аулақ жүруді үйренді, үйге анасы келген уақытта келуге тырысатын. Бәрі анасы Виктордан қыз туғанда өзгерді. Енді анасы үлкен қызы бар екенін есіне түсірді, ол үй шаруасына көмектесіп, сәби күтіммен айналыса алады. Айжан қарындасын шын жүректен жақсы көріп кетті. Ол барынша анасына көмектесуге тырысты, бәлкім бұл оларды жақындастырады деген үмітпен. Бірақ анасы оны тегін күтуші ретінде ғана қарастырды. Тіпті демалыс күндері үйден шығуға тыйым салатын. Мектептегі жағдай мүлдем өзгермеді. Көптеген мұғалімдер Айжанды үздік оқу үшін мақтаса да, сыныптастары оны мазақтап, қорлауды жалғастырды. Айжаннан бөлек сыныпта тағы бір бала, Әлшер де мазақтың құрбаны еді. Ол да тұрмысы төмен отбасынан шыққан. Айжан мазаққа мән бермей, өзіне тұйықталып кетсе, Әлшер қарсылық көрсетуге тырысатын. Бірақ өкінішке қарай күштен емес еді, жалғыз адам бәріне қарсы тұра алмайтыны анық. Бірде ол Айжан үшін араша түсіп, соңы сынған мұрынмен аяқталды. Жоғары сыныптарда Айжан ерекше ынтамен оқи бастады. Себебі алда түлектік емтихандар және ол армандаған университетке түсу үшін ең жоғарғы балл қажет еді. Кеш сайын ол өзін мүлде басқа өмірде елестететін. Бәрі оны сыйлайтын, қадірлейтін, айқай-шусыз, кінәлаусыз қатынастағы өмірде. Мүлбегі ешкебеп дайындала бастады. Бірақ мектеп бітіру кешіне бара алмады, лайықты киім болмады, әрі ешкімді көргісі де келмеді. Ол тек бір нәрсеге қуанды, мектептегі азапты күндер артта қалғанына, бірақ сынақтар мұнымен аяқталған жоқ. Анасы Викторға Айжанды қызғанып, біраз уақыттан соң оны өз азаматымен азғырып жүр деп айыптады. Барлық бақытсыздығына қызын кінәлап, үйден қуып жібермек болды. Көз жасына тұншығып, Айжан заттарын жинап жатты, қайда барарын білмей. Әжесі оған өз кішкентай пәтерін мұра етіп қалдырған болатын. Бірақ анасы оны жақында сатып жіберген, Викторға көлік сатып алып беру үшін. Тағы да бәрі тығырыққа тірелді. Қалада кешке дейін сенделіп жүрген қыз ақыры өзі түскен институттың жатақханасына келіп жетті. Бірақ есік жабық еді. Шыққан бақташы әйел оған қыркүйектің басында келуді ұсынды. Ал қазір маусым болатын, жатақхана маңындағы орындыққа отырып, Айжан егіліп жылап жіберді. Қызым-ау, саған не болды? Біреу қайтыс болғандай жылайсың ғой. Жататын жерің жоқ па? Деп сұрады жатақхананың коменданты Зоя Федоровна. Айжан енді өзін ұстай алмай, әйелдің мойнына асылып, жылай берді. Үзіліспен дем алып, басынан кешкен жағдайды түсіндіруге тырысты. Әйел оны өз бөлмесіне ертіп апарып, ұйықтатты да, ертең не істеуге болатынын бірге ойластырамыз деп уәде берді. Келесі күні Айжан да сол бөлмеде қалды. Ол Зоя Федоровнаның жанында қыркүйек айы келгенше тұрды.
Қыз комендант бөлмесінде тұрып, оқу жылы басталғанда өз жеке бөлмесін алады деп үміттенген еді. Алайда кейінірек белгілі болғандай, жатақхана тек шалғайдан келген студенттерге ғана бөлінетін. Бұл қыз үшін үлкен көңілсіздік болды, бірақ жиі болатындай, оның тағдырында маңызды рөлді кездейсоқтық ойнады. Бір күні Зоя Федоровнаға жиені қонаққа келіп, одан кішкентай қызымен біраз уақытқа қалуға өтініш жасайды. Айжан қуана-қуана баламен ойнап серуендеп келді. Кішкентай балалармен қарым-қатынас жасау тәжірибесі мол болатын. Қыз бала оны қатты ұнатып қалғаны сонша, келесі күндері де Сергей, еркектің есімі солай еді, қызын қайтадан ертіп әкеліп жүрді. Бір аптадан кейін олардың бөлмесінде қыздың өмірін түбегейлі өзгерткен әңгіме болды. Сергей Айжанға өз үйіне көшіп келіп, қызы Соняға қарауды ұсынды. Қыздың анасы қайтыс болған, ал бөгде біреуге баласын сеніп тапсыруға қорқатын. Зоя Федоровна Айжанды өте жақсы жағынан таныстырған. Сергейдің кең пәтеріне көшіп келген соң, Айжан жеке бөлмеге ие болды. Оның міндетіне баланы балабақшаға апарып әкелу, тамақтандыру және кешке Сергей жұмыстан келгенше көңілін көтеру кіретін. Институттағы оқу жаңа жұмыс кестесіне тамаша сай келді. Бұндай жайлы өмір туралы ол тек армандайтын. Оның үстіне Сергей оған жақсы жалақы төлейтін. Айжанның өмірі біртіндеп реттеле бастады. Саналы ғұмырында алғаш рет жаңа киімдер сатып ала бастады. Әр жалақыдан кейін аздап ақша анасына, сіңлісіне көмектесу үшін жіберіп отыратын. Қатты ренжігеніне қарамастан, ол Виктордан ешқандай жәрдем болмайтынын түсінді және сіңлісінің өз тағдырын қайталамауын қалады. Үй иесімен олар жақсы достық қарым-қатынаста болды, ал кішкентай Соня Айжанды ерекше жақсы көріп кетті. Институтта Айжан ең үздік студенттердің біріне айналды, ал бітіру кезінде көптеген ұсыныстар мен ұсыным хаттар жинап үлгерді. Диплом алған соң оған Англияда тәжірибеден өту ұсынылды. Ол оны сәтті аяқтап, бүгінде қаладағы ең үздік заңгерлердің біріне айналды. Өзінің жеке заң агенттігін ашты. Енді міне, арада қанша жыл өтсе де, ол бұрынғыдай қатты қобалжып тұрды, дәл мектептегі тақта алдында тұрған сәттегідей. Ол кезде де ескі блузкасы мен ескірген аяқ киім үшін мазаққа қаладым ба деп қорыққан, өзін ретке келтіріп, сағатына көз тастаған соң, Айжан сәл кешігіп бара жатқанын түсінді. Жылдан көлікке отырып, белгіленген мейрамханаға бет алды. Жол бойы ойша сол сәтті мың рет елестетті. Барлығы оның өзгергеніне таң қалады, ал ол бұдан ләззат алады деп ойлаған. Бірақ бәрі сәл өзгеше болып шықты. Иә, барлығы оның келбетіне қатты таң қалды, ал оның кімге айналғанын естігенде бәрі жылы сөйлесіп жақындасуға тырысты. Бірақ Айжан таңғаларлық нәрсені байқады. Ол үшін бұл маңызды емес болды. Олардың пікірі оған енді еш рөл ойнамайтын. Керісінше, бәрі бұрынғыдай жағымсыз эмоциялар мен жиіркеніш тудыратын. Ол дәл сол сәтте кеткісі келді. Сол кезде кенеттен мейрамханаға кешіккен бір адам кірді. Алғашында Айжан оны тани алмады. Бірақ ол тура Айжанға қарай беттеді. Қолында үлкен гүл шоғы бар еді. Жігіт сымбатты, сәтті өмір сүріп жүрген адам сияқты көрінді. Айжан қатты таң қалды. Ол сыбасы әлшер болып шықты. Ол гүл шоғын ұсынып күлімсірей, бақытсыздықта бірге болған ең сүйкімді серігіме деп сыбырлады. Екеуі күліп жіберді де мейрамханадан бірге шығып кетті.